Бәріңе сәлем достар. Менің Брухин ойнағанды сағынған оқырмандарыма бұл видео міндетті түрде ұнайды деп ойлаймын. Себебі бүгін менің 2 мамыр үлкен ұлым, сендер білетін Абикизеттің туған күні. Біз соған менің командаммен бірге, менің достарыммен бірге қазір үйімізді безендіріп туған күнімен құттықтағалы жатырмыз. Так, сонымен менің командам қазір жиналсын, сосын бастаймыз. Айтқандай, сендер де менің үлкен ұлымды құттықтап, тілектеріңді комментарий бөліміне жазсаңдар болады. Сол жақта жазған тілектерінің барлығын, бүкілін мен ұлыма оқып беруге уәде берем. Үйдің ішін қарап шықтым, маған қатты былай кеңдеу бір бөлме болмады. Сондықтан мына гаражға енді кірмешіне тұрған жерге біз қазір құттықтайтын боламыз Абикизетті. Қараңдар, мынау 3 этажды болғанға дейін бір бөлме кең, бір детский комната болмай тұр, өкінішке орай. Сонымен безендіруді бастайық. Ал мына жерге жарықтар қояйық, тұра тұрыңдар. Алдымен сейфімізді ашып кетейік. Қазір біреулер сейфімізді ұрлап, болмаса үйімізді бүлдіріп кететіндер болуы мүмкін. Соның алдын аламыз да. Сейф қайда еді? Сейф, міне тұр артында. Так, осы жерден сейфті ашып кетейін. Достар, сендер оған дейін каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, лайктарыңды көрмей жатып бастастыңдар. Себебі біздің оқырман санымыз 70 мыңға жетейін деп қалды, сәл қалды. Сондықтан маған әрбір тіркелген оқырман маңызды, өз орындарың ерекше бар екенін ескере отырып, маған тіркелулеріңді сұраймын. Сонымен мінекей келіп бастап жатыр екен менің командаларым. Так, мына жерден не істейміз? Мына жерден так, біз жарықтар қоямыз деген болатынбыз, иә. Так, бастайық. Олай болса, сумкамызды алайық. Менің балам көк түсті жақсы көретіндіктен қызыл немесе көк. Так, көк түсті қылайын, давайте мына жерді. Оған көк түс ұнайтынын білемін, сондықтан балама ұнайтындай етіп мына жерге қойып қояйын. Міне 2 түсті қойдым мұнда. Так, дальше енді ішін сәндеуге кірсеміз. Иә, қызыл түсте ұнайды менің балама. Балам, сен келмей тұра тұр, жарай ма? Дайын болғанда шақырам. Иә? Так, оған дейін мен не істесем екен? Так, біздің команда что-то келмей жатыр. 24 деп бір жазып қояйын. Сыйлығын тағайындаған, берген кезде мына жаққа қарай отыратын орындық қойып қояйық. Давайте мына ақ түсті қойып қояйық. Ақ түс әдемі болып тұр екен. Так, все нормально. Екі жағына шарик қоймаймыз ба, иә, достар? Шарик қойса әдем кетеді ғой. Брухинде кім өзінің туған күнін тойлап көрді, достар? Сақау болатын болмағырсын. Айтып атыма тілін байлам қалатыр ғой. Мен, туған күнімді оқырмандарымен бірге атап өткен болатын. Брухинде менің туған күнім өтіп кетті енді. Мен ақпанда туған күнім 26-сына өткен болатын. Сол кезде оқырмандарым маған күшті етіп, үйлерін безендіріп, маған сыйлықтарын табыстап, в общем, күшті ойым болған болатын. Тоже оның менің видеомда, менің немде бар. Так, YouTube каналымда менің видеомды көрсеңдер болады, туған күнімді оқырмандарым қалай құттықтағанын. Так, сонымен 2 жағына шар қойдым. Енді так, мына жерден коврик қояйын деп едім жерге. Давайте мына көктен қояйын, көк түс, ұлдың түсі көк түстен енді жақын болатын шығар енді. Так, татындар, мынау қисық қойылып кетті. Давайте кішкене түзулеп қоямыз, былайынан жақындатып алайық. Первый лицаға қойып алайық. Так, сен де безендіріп жатсың ба? Молодец, балам. Екеуі, тұра тұрыңдар, дұрыс қоймай қалдым. Так, мынау сыртына шығып кетті, жарайды. Так, мына жерден бассақ, ойламай кілемді бірінші қойып жатым да, кішкене қисық болып қалды, ничего страшного, иә. Нормально пойдет. Ана екеуі изи түсіпті. Ух ты, қарандар, Бэтмен кепті. Апай қалай дейді, супер. Так, өзіне де жазып қояйын. Тема болыпты деп күшті шыққан шынымен, иә. Қарандар, Бэтменімізді қарандар. Мен қазір скинімді соңында жасаймын. Қандай скин жасайтынды пока ойланбадым. Бірінші безендіріп алайын дедім. Так, сонымен енді мына жерге не қоямыз? Мына жерге так. Қалай болады екен? Мына жердің бәріне шар қойсаң, алапажақ болып кетеді. Так, жарық қойсам, шағылысып кетем екен, қалай болады екен? Мына жерге давайте онда давайте торт қояйық мына жерге, столдың үстіне. Татындар, менен так, бөлме сәндейін бе деп сұрап жатыр екен. Бөлмелерді сәндесең, сәндей ғой, іштерің пісіп кетпесін. Тұра тұр, сосет берем. Бэтмен, тоқта. Бэтмен. Так, все, берілді сосет. Енді кеттім. Енді мына жақтан жаңа мен стол қоямын деп жатырдым. Стол мен тортты қояйын.
столым қойылды, енді үстіне тортты қоямын. Все. Енді қасына қалай тұрады екен, жалғыз өзі нормально тұрам екен. Ойбай, мынау андай жақындатып қарағаннан кейін екен ғой, андай әдемі болып тұрғанда қасына заттар қою керек екен, обязательно, онсыз болмайды екен. Қасына капкейктер қайда? Анау тортқа бәрімізге жетпей қалса, капкейктен қояйық. Давайте. Бүгін біздер Құдай қаласа баламның туған күніне, Абикезеттің туған күніне ойнайтын жерге апарып, кеше тортын заказ бердік, игра в кальмара. Мынандай торт заказ бердік, достар, экранға шығарып қойдым. Осында игра в кальмараның несінде, пішінінде сырты қызыл түс болсын деп өзі кәдімгі таңдады. Енді ойыншығын енді бүгін үлгерсек алып береміз деп отырмыз. Сонымен енді все, қалай дейді. Ух ты, күшті, молодец. Менің командамдағылар скинді дерзкі жасайды, көрдіңдер ма? Тфай деп қойшы. Менің жалғыз осындай мықты команда тек менде ғана бар, жандарым үшін. Енді не істейміз? Енді мына жерге бір нәрсе, суын қойдым, тортын қойдым. Давайте мынандай жарық қою керек мына стенаға, Ой, менде лимит, достар. Мен Кәусармын дейді. Молодец, Кәусар. Менде лимит болып қапты. Кәусар, привет. Менде лимит болып қалса, мен онда достарыма айтуым керек, мына жерге сендер қойындар деп, Қазір өздеріне де жазып жіберейінші. Мына екі жаққа қойған әдемі болмай ма, достар, Мына екі жерге давайте жылтырақ қою керек. Мына жаққа деп секіріп көрсетейін, достарыма. Біз үй алып сәндейміз бе дейді. Жоқ. Үй алып сәндемейміз, достар. Бір үй сәндейміз болды. Балам пока кішкентай болғаннан кейін қазір үйлердің бәрін аралауға жалаңес болмайтын шығар ол. Балалар кішкене тез жалқып кетеді ғой, все-таки. Менің балам 5-ке толып жатыр, достар. Сендер үлкен ұлымның жасын сұраушы едіңдер ғой. Оның жасы 5-ке толды. Сонымен мына жерде екеу болып кетті. Бағана мен едім ғой біреуін қойған. Екіншісін басқа біреу қойды. Мен біреуін өзім алып тастайын. Үйдің ішіне кіргіп кетті, о жаман болып. Все, сонымен ой, гүл қоймай-ақ қояйық, достар. Өздеріне жаза салайын. Гүл керек емес деп, өйткені ұлдар особо гүлге қызықпайды ғой. Менің де балам гүлге особо қызықпайды. Гүл керек емес. Кәусар жылтырлақты күшті қойып жатыр. Я, бола ма дейді. Жылтырлақ тема, қараңдар. Қалай ровно қойды. Мұнда тұрған жасыл, енді осы әдемі тұрады екен, достар, көрдіңдер ме? Жаңа гүлден көрі осы дұрыс. Все. Енді бетіп кіреді. Ана жерден тортын жейді. Ана жер отырады, подаркасын береміз. Все, бітті. Ана жер дайын. Енді болды. Дальше біз не істейміз? Примерно ровно қойдым дейді. Молодец. Енді мен қазір скин дайындап алайын. Сонымен құттықтауға баламды шақырамыз. Балам, сен пока келмей тұра тұр, біз дайындап жатырмыз. Ма? Басқа жер жүретір. Енді қандай скин ауыстырсам екен? Менің балам Спайдерменді жақсы көреді. Бірақ мен Спайдерменнің киімін кигім келіп тұрған жоқ. Өйткені бет-әлбет прям бүкілі жабылып қалады. Ал маған ашық тұрғаны жақсы да, маған солай ұнайды. Давайте фея болайын. Неге фея болмаймын, бұлай іздеп көрейікші. Мына жақтан іздесек шығам екен, шықпайым екен. Феяны ішке светтер қойдым дейді. Сосед бер дейді. Мінеке сосед бер жерейін сендерге. Бэтменге бағана сосед бердім ғой, бірақ кетіп қалмай соседі. Все. Феяның несі қалай еді, көріп келуім керек, ағылшыншасы. Все, фейри дейді. Маған рахатшы, командамда ақылды ғой тойлы. Сұрайым, маған жас береді. Енді фейри деп іздеп, біз скинімізді дайындайтын боламыз, достар. Сонымен қандай киімдер бар екен көрейік. Фейри. Кәдімгі фейри дегенше, как будто ыдышыватын фейри сияқты бар ғой. Ух ты, әдемінен қараңдар. Енді мынау нормально. Үстіміздегі онша емес болып қалды. Мына жерге деп нені жасап жүрейік, 3 точканы. Үстіміздегін полный алып тей салайық, достар, қараңдар, осылай алып тей салайық. Мен де түсем дейді, түсе ғой, келе ғой. Баланың туған күндегі дресс-код бізде детский персонаждардың киімі болады, сондықтан командама детский персонаждың киімін дайындап қойсаңдар болады деп айтқан болатын. Шашты обязательно ауыстырамыз, шашымызды ауыстырамыз. Көрейікші қандай шаштар бар екен феялардың. Мынау кішкене ашық-шашық болып кетті киіміміз. Қазір оның барлығын жөндейміз. Мен әлі болған жоқпын скин дайындап. Чатты бір оқыдым. Сонымен маған ешкім ештеңе жазбаған екен. Дәл кетті. Қазір мен достар айтқандай общий серверлерде ойнап жүрмін. Серверінің уақыты бітіп қалды менің. Сол себепті пока приватный сервер сатып алғанша общий серверлерде ойнап жүрмін. Егер біздер бір неге түсіп қалатын болсақ,
бір серверге түсіп қалатын болсақ, рөлге кіріп кетіп ойнай берсеңдер болады. Және де общий ойындарға сілтемені мен өзімнің телеграм каналыма сілтемесін жіберемін. Сондықтан телеграм каналыма тіркеліп алыңдар. Өзімнің TikTok, Roblox, Instagram, сосын тағы телеграм каналымның сілтемесін описание, комментарий бөліміне қалдырамын. Менде басқа телеграм каналдар жоқ, шатастырмаңдар. Так, сонымен шаштарын, осы шаш әдемі екен. Енді мына жақтан талияға қарап жатырмын, не бар екен. Так, мынау қалай? Мынау ше. Вау, қараңдар қандай әдемі. Как раз менде фиолетовый цвет еді. Мынау немене қолға ұстап алатын грибок ба? Мынау банк. Ух ты, қараңдар, палочкасы бар екен мынандай. Мынандай бабочка бар екен. Как раз так, мынау беліне онша емес екен. Так, мынандай мынау ше, мынау қалай? Так, кішкентай болып қалды, қанатым кішкентай болып қалды. Маған үлкен қанаттар ұнайды, достар. Так, получается, бұдан ала алмаймыз. Мынау онша емес екен. Достар, мінекей, менің скинім дайын болды. Қараңдар, қандай тамаша скин. Баға бере кетіңдер. Менің скиніма қанша 1 балдан 10 балға дейін қанша бал бересіңдер, жазыңдар. Мен Джокер болам дейді. Қыздың аты Джокер емес, Джокер ол ұлдың аты еді ғой, ona қыздың қасында жүретін. Мынағыздың атын ұмытып қалдым, андай қандай болушы еді деп ше. Так, в общем, маған скиндары топ прям ұнады. Так, сонымен менің командам дайынсыңдар ма деп жатырмын. Шақыра берейін ба Абикизетті деп. Шар ұстап алайық қолымызға, давайте бәріміз. Балам, келе ғой, дайын болды. Туған күнің менен. Вау, скиның күшті ғой сенің. Маста, мына подарка саған. Мынау сенің достарың. Сені бәріміз құттықтауға келдік. Қарашы, мына жерде кім бар? Кел, мына жақпен жүре ғой, достарың құттықтап жатыр сені. Кел. Мында кел. Мам, күшті ғой. Қуанып тұрмын саған балам ұнағанына. Кел, мына жерден торт же. Мен де қуанып тұрмын, торт жеп жатырмын. Ням. Су ішіп ал. Достарың бәрі сыйлық береді, сосын мында отыр. Аха, кел отыр. Аха, мінекей, мынау саған екінші сыйлығым. Ішінде Спайдерменнің көрмекшісі бар. Мынау қара, біздің Наруто бар, Hello Kitty бар, Спайдермен бар, Бэтмен, Халк, Игра в кальмар. Саған қайсысы қатты ұнады? Өрмекші адам Спайдермен ұнапты мен досыма. Мінекей, осы өрмекші адам ұнаған екен. Иә, біздің команда супер. Мынаяқта бүкіл сен қалаған персонаждардың бәрі бар, иә? Саған құттықтағанымыз ұнады ма? Иә. Жаным сол, туған күніңмен. Мам, сені қатты жақсы көрем, өте. Жаным, мен де сені өте қатты жақсы көрем. Сонымен біздің Абидің туған күнін құттықтағанымыз оған ұнаған екен. Олай болса кішкене серуендеп қайтайық. Так, біз центрға барайық, давайте кішкене бір ойнап қайтайық. Мені көтеріп алыңдар дейді. Центрға емес, давайте Абикизет тығылайық дейді. Сен тығыласың ба, біз іздейік па сені? Все, кеттік онда, сені іздейміз. Сен тығыл, аха. Балам, тығылып болдың ба, саған бара берейік па? Жоқ. Әлі болмадың ба? Жарайды. Болдым енді. Аха, сені... Менде таңдайымды. Иә, кеттік, сені табамыз сонда. Командама Абиді асықпай іздеңдер деп жатырмын, тез тауып алсақ, өйткені тығылма жақтың бар несі сол кезде бітіп қалады бар ғой. Так, үйіне телепорт жасаймыз. Так, мен баламның қайда тығылғанын білемін. 22 мінеке. Өйткені енді ол мен қасында отырып ойнап отыр ғой, бірақ оның қақат тығылғанын айтпаймын, иә? Қай жерде екен, иә? Қараңдар, Абикизет өзінің үйін безендіріп қойыпты, достар, қызыл түске. Аққаласын қараңдар. Бізге жаз келіп жатыр, менің баламда бірақ қыс болып жатыр. Так, Бэтмен бірінші келді. Кеттік, Абикизеттің үйін іздеуді бастайық, достар. Кеттік. Вау, үйін қараңдар. Аяздан сағым кеттім ғой, жаңа жыл болып жатыр. Ona жақ деген. Мәссаған, қандай әдемі. Үйлері әдемі, безендіріп қойған. Так, балам негізі сейфтің ішінде тығылып тұр. Сейфтің ішінде болғанда, сейф тығылған жерде ше. Бірақ біздің мына кейіпкерлеріміз тауып алам екен. Тауып алмасын деп, мен мына бөлмелерден менде іздеп жүргендей болайын. Так, біреу басып біліп қоймаса екен, сол жерде екенін бірден тауып алмаса екен. Так, ой, бұл балам мұнда жоқ екен. Так, мына есігі жабық тұрады екен. Әні Спайдермен іздеп жүр, база жоқ, Халк іздеп жүр. Hello Kitty, Kitty ма қалай? В общем, міне, ой, тапты. Халк бірінші тапты, достар. Кеттік, шығамыз. Получается, бізде жеңімпаз Халк тауып алды.
Ал достар, сендердің сүйікті кейіпкерлерің бар болса комментария жаза кетіңдер. Маған қатты ұнайтыны, давайте бірінші командадан сұрайық, кім тапты бірінші деп. Точно халық немесе басқа біреу. Я, может, сейфті басқа біреу ашты, ал халық сені көтеріп апты ғой, көрдім. Так, менің сүйікті кейіпкерлерім ол темір адам. Прям маған ұнайды сол бар ғой. Сосын Ариана деген кейіпкер ұнайды, персонаж. Вот, бірақ өзім феянікі болып алдым. Өйткені фея персат енді бұл андай көбелек сияқты ма, ұшатын ұнайды маған бар ғой. Вот солай, достар. Біз осылайша Абикезеттің туған күнін тойладық, Брюхевенде атап өттік, достарымызбен ойнадық, бас қостық деген сияқты. Тілектеріңді жазуды, комментария қалдыруды міндетті түрде ұмытпаңдар. Абикезет қанша лайк жинайды екен, давайте көрейік. Лайк бастастаңдар. Сендермен бірге болған Жуканай. Алла жазса алдағы уақытта зомби туралы история түсіретін боламын. Өйткені кәдімгідей уже мен айтқан 3000 лайкты қойып тастаған екенсіңдер, басып тастаған екенсіңдер. Құдай қаласа сол историяны күтіңдер. Всем пока-пока.